1990 жылдардың басында кеңес үкіметі тарап жатқан тұста президент болып кете жаздаған жазушы туралы естіп пе едіңіздер? Оқиға былай болған екен. 1991 жылы атақты жазушы, сол кезде елшілікте қызметте жүрген Шыңғыс Айтматовқа демократтар жағынан жаңа тәуелсіз Қырғызстанның президенті болу туралы ұсынылады. Сөйтіп, келісіміңізді берсеңіз бітті, президент болып сайланып тұрсыз, дейді олар. Халық оның келісімін күтіп отырған еді. Алайда жазушы ешкім күтпеген жауапты айтады. Менің президент болуға дайындығым да, ықыласым да жоқ. Бұл өте жауапты әрі мәртебелі орын. Сондықтан оған экономист, заңгер, немесе ауыл шаруашылығының маманын лайығырақ, жазушылық өнерімді лауазымға айырбастағым келмейді, дейді бірден бас тартқан Айтматов. Билік адамды ұлықтамайды, адам билікті ұлықтайды. Шыңғыс Айтматов президент болудан бас тартты, бірақ тарихта президенттерден де биік тұлға болып қалды. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Айтматов дұрыс жасады ма?